жылқының майының зәйтүн майының несі кем дейміз ғой. Өйткені қазір оқысаң, ой-бой, зәйтүн май, оливка дейді ғой. Оливка майында анау да бар, анау омега 3, омега 6. Бірақ жылқының майында далада жайылған кәдімгідей жергілікті тұқым жылқысының майында оның бәрі бар екен. Мен мынау саха-якуттарға бас иемін да, Ресейдің қол астында жүріп, өзінің руханиятын бәрін зерттеп, сақтап жүрген ұлт қой. Сонда саха-якуттар біз құр сөйлей береміз, жылқының еті пайдалы, ол сіңімді, анау-мынау диета деп. Мынау саха-якут ғалымдар оны кәдімгідей ғылыми түрде зерттеген ғой. Сонда олар дәлелдеді, мынау қорада борда қылаған жылқы емес, далада жайылып жүрген жылқы. Саха-якуттың жылқысы мынау -50, -60 градуста қыста тебініп жүре береді далада. Сонда сондай жылқының майында сол омега 3 палимбай проценті бар, анау-мынау, соны толық кәдімгідей ғылыми мақалалар бар да осы тақырыпта. Соның үшін бізде көп кезде анау әйтеуір соғым алдық, бірақ біз көп кезде анандай бидай жеп өсірген малды, жемдеген жылқыны сатып аламыз. Негізі мынау далада жайылған, дала шөбін еркін отаған жылқының майы да еті әлде қайда пайдалы болады. Таласбек марқұм айтушы еді, шын қазының түсі персиковый болу керек, персиковый, мынандай көрсететін еді, мынандай деп. Демек, анандай албырт қызыл болу керек, сары болу керек деп жылқының майы. Сол соғым шүйгім болсын.